1986 жылы 17 желтоқсанда Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында өкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болмаған. Әр республиканың өз көсемі басқарсын, каждому народу своего вождя деген ұрандарды көтерген болар, қарусыз, қансыз күйде өктемшіл билікке қарсы тұрып, бейбіт түрде жария етті. Бірақ мен билік қол астындағы ұлттың өзіне қарсы пікір айтып бас көтере қалған тайып жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы көлемде әскери күштер, сонымен қатар Ташкент, Грузия, Челябинск, Румыния және Новосибирсктен қосымша әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтап, көкейдегі сол билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректермен өлімше жараланып, шаштарынан сүйреді. Іштен тепкіленген таяқтарға жығылды. Алаңға шығып өз ойларын айтуға тырысқан қазақтың өрімдей қарусыз жастарына солдаттар мен милиция қызметкерлері қарсы қойылды. Қыз жігіттерді аяусыз таяққа жықты, түрмеге қамады. Ербол, Ләззат, Сабира сынды жаңа ғана бүршік атып келе жатқан талшымықтай жастарымыздың өмірін үзді. Жоқ жеңеше, оның бәрі бос сөздер, сенбей ақ қойыңыз. Солай ма балам? Шайдан алып отырады. Келе ғой балам, өзің кінәман жүрсің бе? Жағдайың қалай барлығы жақсы ма балам? Түнделеп жүрген кім болды екен балам? Есік ашып келейін. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер ме? Я, қалай не болып қалды? Қайрат Рысқұлбековтың үйі осы ма екен? Я, осы үйі Қайрат Рысқұлбек не болып қалды? Біз органнан келдік. Қайрат Рысқұлбековті тыңдауға. Міне прокурор. Қайрат, балам бері келші. Ана сені алып кетіп кінәлі жазала деп тұр ғой. Балам. Тез жинал, бізбен бірге кетесің. Тоқтар, қоя тұрыңдар. Менің баламның ешқандай да жазығы жоқ қой. Жоқ, жібермеңдер. Әпешесіне не бетін айтам? Қайрат жібере ғой балам. Қайрат балам. Тергеу полиция бөлімшесіне Қайрат Рысқұлбековті алып келеді. Заключенный Рысқұлбеков, на допрос. Зверь! Атышулы жауынгер. Алаңға не үшін шықтың? Кім ұйымдастырды? Өз еркіммен шықтым. Ешкім ұйымдастырған жоқ. Так, жай сұрағанға көнбейсің ғой сен. Алаңға неге бардың? Намысымды жақтап бардым. Темір күрекпен қыздарымыз ұрып жатса, қарап тұрамын ба? Ох ты, декабрист какой. Енді сөзің сөйле бастады. Советскийді сен өлтірдің бе? Жоқ, өлтірген жоқпын. Сен сол күні Мир және Сәтбаев көшелерінде жасақшыларды көрдің бе? Егер ол көше бармасам, қайдан көремін? Көріп тұр ғой сенің ұрып жатқаныңды. Мен ұрдым. Мен ұрмадым. Жай ғана қорғандым. Қорғандым? Мынау сен ойынша қорғансыз ба? Қара суреттерге. Ендеше мені сол адаммен беттесті. Ол өтірік, жала. Ах ты декабрист несчастный. Я тебе покажу жала дегенді. Сен маған өтірік айту жолыма түсіндің ба? Қазақтың баласы болғаннан кейін жаным ашып тұрғандай. Ей, Рысқұлбеков, сен мені тыңда. Сен Советскийді өлтірдің деп мойныңа аласың. Сонда біз сенің жазаңды жеңілдетеміз. Оған қоса әкеңе тиіспейміз. Ал егерде алмайтын болсаң, сені де, әкеңді де. Жолдас тергеуші, бұл өтірік қой. Өлтірмеген адамды өлтірдім деп қалай айтамын? Мен адам түгіл, тышқанды да өлтірмедім. Ей, Рысқұлбеков, сен ақмақ болма. Сен Советскийді өлтірдің деп мойныңа аласың. Және де әкеңнен 4000 сом алып, менің ыстық алақаныма келіп саласың. Сонда біз сенің жазаңды жеңілдетеміз. Түсіндің бе мақұл? Жолдас тергеуші, ауылда әзер күнін көріп отырған әке шешеме ақша деп қиналып келмейді. Және ол не үшін ақшам? Не үшін? Қылмысым жоқ қой. Қылмысым жоқ? Сен сияқтылардың көзін құрту керек. Айтатын сөзің бар ма? Айт соңғы сөзіңді. Күнәдан таза басым бар. 21-дей жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар. Бозторғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар. Қайрат деген атым бар. Қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық. Атам
желтоқсан желі Отаңда, атыңда!